достар, мен бүгінгі видеода сіздерге өте маңызды тақырыпты айтайын деп отырмын. Трейдингте ақша табу үшін ең бірінші фундаменталды анализді білу қажет. Қанша жерден техникалық анализді жақсы білсеңіз де, егер сіз фундаменталды анализді жасай алмайтын болсаңыз, онда сіз ақшаңызды керек емес, болашағы жоқ компанияларға қалай құртып қойғаныңызды және де ақшаңызды қалай жоғалтып алғаныңызды өзіңіз байқамай қаласыз. Ол үшін finviz.com деген сайтқа кіреміз. Мына жерде finviz.com деп тұрады. Американың нарығында ең ірі 3 биржа бар. Ол Dow Jones, NASDAQ және S&P 500. Енді бұл жерде бізде мына жерде бүгінгі күнде өсіп жатқан акцияларды процент бойынша көрсетіп тұрады. Мына жерде түсіп жатқандарды көрсетіп тұрады. Бұл сайттың ең ерекшелігі, егер трейдер саласымен айналысып бастап жүрген адамдар болса түсінеді. Мен алдыңғы сабақтарда айтқанмын, бізде тренд channel'дар бар, яғни каналдар бар. Ол бізде восходящий рынок па, или нисходящий рынок па, или боковой. Мысалға, мынандай сызықтар болады. Әрқайсысы, бұл сызықтардың әрқайсысы өзінің белгілі бір мағынаны білдіреді. Мысалға, баға осылай келе жатқан болса, демек, мына жерлерде осы трендті анықтаған болсаңыз, онда баға түседі деген сөз. Ал егер баға былайынан бірінші үлкен болып басталып, одан кейін кішірейсе, онда баға көтеріледі деген сөз. Немесе бұның төменге қараған түрі. Жалпы осындай трендтерді егер сіз өздігіңізден анықтай алсаңыз, графикке көзіңіз үйренген болса, онда жақсы. Ал егер де жоқ, болмаған қиын, мен дайын сондай көргім келеді десеңіз, онда мына жерде керемет мүмкіндік сіздерге. Двойная вершина, двойное дно, головые плечи, бүкіл сіздерге келтіріп қойған. Мысалға, дәл осы трендке келіп тұрған акцияларды көрсетеді сізге. Мысалы, мынаның ішіне кіретін болса, двойное дно деген алдыңғы сабақтарда айтқан болатын. Если двойное дно, ол өседі дегенді білдіреді. Двойная вершина, ол бағаның түседі дегенді білдіреді. Мысалға, мына жерде, мінекей байқасаңыздар, мына жерде двойное дно. Былай келіп, былай кеткенде, сонда двойное дно болып тұр. Негізінде графикте осылай көрінеді. Двойное дно дегеніміз міне. Осыған келіп тұрған, осыған анализ жасалып тұрған акцияларды көрсетеді бізге. Мына жерде міне двойное дно, мына жерде и мына жерде былайынан келіп былай тұр. Осындай акцияларды бізге көрсетіп қойған. Сол жағынан өте керемет. Келесі жаққа новости деген бетке өтетін болсақ, мысалға мына жерде жалпы Американың акциялары туралы қандай да бір жаңалық шыққан болса, сол туралы бүкіл жаңалық осы жерде тұрады. Күніге сіз Finvizді ашып, өзіңізге керекті новостилердің қатарынан сіздің өзіңізге ұнайтын акцияңызға қатысты қандай жаңалық шығып жатыр, соны көрсеңіз болады. Мына жерде блоги дегенде Американың трейдер саласындағы блогерлерінің қандай ең соңғы запистері, жаңа страницаларындағы ең соңғы запистері дейміз ғой. Солар блогерлер не айтып жатыр екен, акция туралы өзінің пікірін қандай, сол туралы айтылады. Бұл жерден сол туралы біле аласыздар. Ол мына жерге сіз өзіңізге керегін, қандай акциялар керек екенін анықтап, жалпы бұл сайт фильтр, как фильтр сияқты да. Сіз кез келген акцияны барып ала бермейсіз ғой. Сізге белгілі бір факт керек, не үшін ол акцияны аласыз, оның несі жақсы деген сияқты. Мысалға, мына жерде рыночный капитализациясы, яғни маркет кабы бізде 200 миллиард және де одан да көп болса, ол бізге рыноктағы құны акцияның қаншалықты жоғары болған сайын бізге ол сенімділік береді. Мысалға, біз қазір мега дегенді таңдайтын болсақ, мына жерде Apple, Amazon, сондай акцияларды көрсетеді бізге. Бұлардың маркет кабы 200 миллиардтан жоғарыда, бұлардың жалпы нарықтағы құны. Егер де средний 2 миллиардқа дейінгі деген таңдасаңыз да болады. Оның ішінен де сізге өзіңізге қалтаңыз көтеретін жақсы акцияларды, сенімді акцияларды тауып алуға болады. Средний объем деген бар. Средний объем дегенге 750-500 қойсаңыз да жақсы, 400 қойса да жақсы. Сәлем достар, мен бүгінгі видеода сіздерге
өте маңызды тақырыпты айтайын деп отырмын. Трейдингте ақша табу үшін ең бірінші фундаменталды анализді білу қажет. Қанша жерден техникалық анализді жақсы білсеңіз де, егер сіз фундаменталды анализді жасай алмайтын болсаңыз, онда сіз ақшаңызды керек емес, болашағы жоқ компанияларға қалай құртып қойғаныңызды және де ақшаңызды қалай жоғалтып алғаныңызды өзіңіз байқамай қаласыз. Ол үшін finviz.com деген сайтқа кіреміз. Мына жерде finviz.com деп тұрады. Американың нарығында ең ірі 3 биржа бар. Ол Dow Jones, NASDAQ және S&P 500. Енді бұл жерде бізде мына жерде бүгінгі күнде өсіп жатқан акцияларды процент бойынша көрсетіп тұрады. Мына жерде түсіп жатқандарды көрсетіп тұрады. Бұл сайттың ең ерекшелігі, егер трейдер саласымен айналысып бастап жүрген адамдар болса түсінеді. Мен алдыңғы сабақтарда айтқанмын, бізде тренд ченнелдер бар, яғни каналдар бар. Ол бізде восходящий рынок па, или нисходящий рынок па, или боковой. Мысалға, мынандай сызықтар болады. Әрқайсысы, бұл сызықтардың әрқайсысы өзінің белгілі бір мағынаны білдіреді. Мысалға, баға осылай келе жатқан болса, демек, мына жерлерде осы трендті сіз анықтаған болсаңыз, онда баға түседі деген сөз. Ал егер баға былайынан бірінші үлкен болып басталып, одан кейін кішірейсе, онда баға көтеріледі деген сөз. Немесе бұның төменге қараған түрі. Жалпы осындай трендтерді егер сіз өздігіңізден анықтай алсаңыз, графикке көзіңіз үйренген болса, онда жақсы. Ал егер де жоқ, болмаған қиын, мен дайын сондай көргім келеді десеңіз, онда мына жерде керемет мүмкіндік сіздерге. Двойная вершина, двойное дно, голова и плечи бүкіл нәрсе келтіріп қойған. Мысалға, дәл осы трендке келіп тұрған акцияларды көрсетеді сізге. Мысалы, мынаның ішіне кіретін болса, двойное дно деген алдыңғы сабақтарда айтқан болатын. Если двойное дно, ол өседі дегенді білдіреді. Двойная вершина, ол бағаның түседі дегенді білдіреді. Мысалға, мына жерде, мінекей байқасаңыздар, мына жерде двойное дно. Былай келіп, былай кеткенде, сонда двойное дно болып тұр. Негізінде графикте осылай көрінеді. Двойное дно дегеніміз міне. Осыған келіп тұрған, осыған анализ жасалып тұрған акцияларды көрсетеді бізге. Мына жерде міне двойное дно, мына жерде и мына жерде былайынан келіп, былай тұр. Осындай акцияларды бізге көрсетіп қойған. Сол жағынан өте керемет. Келесі жаққа новости деген бетке өтетін болсақ, мысалға, мына жерде жалпы Американың акциялары туралы қандай да бір жаңалық шыққан болса, сол туралы бүкіл жаңалық осы жерде тұрады. Күніге сіз Finvizді ашып, өзіңізге керекті новостилердің қатарынан сіздің өзіңізге ұнайтын акцияңызға қатысты қандай жаңалық шығып жатыр, соны көрсеңіз болады. Мына жерде блоги дегенде Американың трейдер саласындағы блогерлерінің қандай ең соңғы запистері, страницаларындағы ең соңғы запистері дейміз ғой. Солар блогерлер не айтып жатыр екен, акция туралы өзінің пікірін қандай, сол туралы айтылады. Бұл жерден сол туралы біле аласыздар. Ол мына жерге сіз өзіңізге керегін, қандай акциялар керек екенін анықтап, жалпы бұл сайт фильтр, как фильтр сияқты да. Сіз кез келген акцияны барып ала бермейсіз ғой. Сізге белгілі бір факт керек, не үшін ол акцияны аласыз, оның несі жақсы деген сияқты. Мысалға, мына жерде рыночный капитализациясы, яғни маркет кабы бізде 200 миллиард және де одан да көп болса, ол бізге рыноктағы құны акцияның қаншалықты жоғары болған сайын бізге ол сенімділік береді. Мысалға, біз қазір мега дегенді таңдайтын болсақ, мына жерде Apple, Amazon сондай акцияларды көрсетеді бізге. Бұлардың маркет кабы 200 миллиардтан жоғарыда, бұлардың жалпы нарықтағы құны. Егер де средний 2 миллиардқа дейінгі деген таңдасаңыз да болады. Оның ішінен де сізге өзіңізге қалтаңыз көтеретін жақсы акцияларды, сенімді акцияларды тауып алуға болады. Средний объем деген бар. Средний объем дегенге 750-500 қойсаңыз да жақсы, 400 қойса да жақсы. Мына жерде PB деп тұрған бірден төмен болатын болса, мына жерде барлығы бірден жоғары ғой. Мысалға, мына жерде 0,99, даже 1-ге де жетпейді. Бұл деген сөз, оның PB-е 1-ге жетпейтін болса, демек ол недооцененный деген сөз. Компанияның акциясы бағаланбаған деген сөз.
егер 5-ке дейін болатын болса 2 мына жерде мынау мысалы 5-ке дейін өте қатты бағаланып кеткен деген сөз. Өте қатты бағаланып кетті. Өздеріңіз білесіздер, акция егер өте қатты бағаланып кетсе, тым асыра бағаланып кетсе, онда ондай акцияларды алып керек жоқ, өйткені ол акция тым қатты бағаланып кетсе түседі деген сөз. Бізде инвесторлардың барлығы солай, қатты бағаланып кеткен акцияны алмайды, бағалану орташа немесе төмен бағаланған акцияларды алады, чтобы в дальнейшем портфелінде өсетін акциялар тұру үшін. Рентабельность собственного капитала дегеніміз, бұл жерде біз бағасы орташа немесе арзандау бағаланғанмен, мына жерде мысалы средний деп таңдадық қой, бағасы орташа бағаланғанмен проценттік табысы жоғары компанияларды іздеу үшін біз +20 деп таңдадық. Енді бізде азғантай ғана компаниялар қалады. Мына жерде 52 компания, азғантай компания қалды бізде. Енді миды ашытпай осы жерден өзімізге керегін таңдап аламыз. PE дегеніміз, бұның средний орташа бағаланғаны россиялық компанияларда 8-ге тең болады, ал америкалық компанияларда 25-ге дейін кете береді. Негізгі аз болғаны жақсы. Ол дегеніміз акция нарықта әлі бағалана қоймады деген сөз. PS дегеніміз, мына жердегі PS дегеніміз бұл нарықтағы акциялардың сатылым көлемі. Егер де мысалы PE бізде жоғары болады PS-ке қарағанда, бірақ мысалы 1.16-дан 1.17-ге өссе, мынада 4.35 дегенге өсіп тұрса, сіздер енді күніге бақылағаннан кейін ол сіздерге белгілі болады. Егер де инвестициямен акцияны айналысам десеңіздер, қарап отырасыздар. Егер де мына PE мен PS екеуі де бірдей өсу үстінде болса, онда жақсы. Егер де PS жоғары, P34 аз болса, онда бұл жерде бірдеңе дұрыс емес. Значит, бұл компанияның жалпы нарықтағы бағасын или несін дұрыс көрсетіп жатқан жоқ деген сөз. Ол өйткені сәйкес болмауы мүмкін емес. PS аз болады, PE всегда көп болады, но бірақ екеуі бірдей өсіп отыру керек. Оған да мән беруіміз керек, чтобы біз дұрыс акция таңдап алуымыз үшін. Енді біз финансовый жағына өтетін болсақ, бұл жерде акциялардың жалпы капитализациясы, дивиденд қанша процент төлейтіні, прибылі, доходы, қарыз на долг деп көрсетті, қарыздары қанша пайыз қарызы бар, соған қараймыз. Қарызы көп компаниялардың акциясын алып керегі жоқ, ол онсыз да түсінікті шығар. Владение дегенге инсайдерлерді көре аламыз. Инсайдерлер қанша пайызын иеленеді акцияның. Мына жерде инсайдер оун дегеніміз, бұл компанияның лауазымды тұлғаларына тиесілі акциялардың пайызы. Мысалға, мына акцияның 480 пайызы компанияның белді адамдарына тиесілі. Мына жердегі инст оун деген бұл компанияның хедж фондтар, жалпы хедж фондтар, мықты инвесторлар осы компанияның акциясының қанша пайызын ұстап отыр, соны көрсетеді. Бұл бізде көп болған жақсы. Мысалға 79 пайызын мысалы ірі инвесторлар, ірі хедж фондтар ұстап отырады мына компанияның акциясын. Мына жерде мысалы 97 пайызды жалпы мына компанияның акциясының жалпы 97 пайызын хедж фондтар, ірі хедж фондтар иеленеді. Олар сатып алады да, болды, сол акцияны ұстап отырады, сатып жібермейді. Яғни осы акцияларға қаржыландырып отыр дегенді білдіреді. Insider Trans дегеніміз, мына жердегі Insider Trans дегеніміз компанияның өз акцияларын сату пайызы. Мысалы, компаниялар болады кейде акцияның бағасы, өз компаниясының акциясының бағасы өсу үшін өздерінің компаниясының акцияларын өздері сатып алады, чтобы рынктағы баға өсу үшін. Иногда олар өздерінің акциясын сатып жібереді. Сонда ол қанша пайызға дейін сатып отыр. Мысалы, -10% акциясын олар сатып жіберген. Мыналар даже -65%-ын сатып жіберген. -85% мына акцияны вообще сатып алудың керегі жоқ мысалға. Мына екі акцияны мүлде сатып алудың керегі жоқ. Мыналардың қатарынан. Мына жерде бізде производительность 1 и производительность 2 деп тұр. Бұл производительность 1 дегеніміз мысалға -50 деп мына жерге қоятын болсақ, мысалға месяц -50, ал мына 2-ге производительность 2-ге
неделя плюс 20 деп қойсақ, онда мысалы бір айдың ішінде минус 50%-ға дейін құлдыраған, но бірақ соңғы бір аптаның ішінде плюс 20%-ға дейін табысқа шығып жатқан, көтеріліп жатқан акциялар десек, сондай акцияларды көрсетті мысалға. Енді бізде мына производительность деген бетте бір апталық көрсеткішін көрсетеді. Акция бір апта бойы қанша пайыз минусқа кетті, немесе қанша пайыз өсім болды, бір айда қандай өзгеріс болды акцияда, соны процент бойынша көрсетеді. Технический деген бетке өтетін болсақ, бізде технический деген бетте мысалы SMA 20 бойынша қанша пайызға дейін түсті, қанша пайызға дейін өсті, мына жасылмен неғандар өскендер SMA 50 бойынша қанша пайызға дейін түсті, өсті, немесе SMA 200 бойынша жалпы кішігірім техникалық анализ жасап береді бізге. Келесі костюм обычай деген жерге өтетін болсақ, онда бізге компания туралы жалпы мағлұмат береді. Компанияның аты, сектор, қай секторға жатады, қай елдіңкі, цена прибыльдарын барлығын көрсетіп береді бізге. Ал енді графикке өтетін болсақ, маған өзіме осы график ұнайды, жалпы график ұнайды. Бұл жерде бізге график бойынша қалай болып жатыр, соны көрсетіп береді. Мысалы, мынау график бойынша сіз мына жақтан трейдинг вьюдан іздеп жүрмесіз. Мысалы, BTU деген $28-26 болып тұр ма бағасы. Сіз мысалы трейдинг вьюға кіріп, BTU деп жаңа тикерін жазып, іздеп, ол $28-26 тұр екен, түсіп жатыр екен деп ойланып жүрмейсіз. Сізге сразу соның барлығының графигін шығарып береді. Мына жерде барлық техникалық анализдер жасалып тұр. Мына жерде құлап жатыр акция, мына жерде поддержка алып жатыр мына акция уже. Егер мынаны бұзып кетсе, онда төменге қарай кетеді деген сөз. Мына жерде жақсы поддержка кетіп жатыр. Мына сопротивлениеде тұр. Мына сопротивлениеде тұр. Мынаны бұзып кетті, демек түседі деген сөз. Тикеріне баратын болсақ, бізге тикерлерін көрсетіп береді. Сол 52 акцияның. Мысалы, мынау тикерде Antero Resource Corporation дегеннің акциясы. Жалпы акцияның тикерлерін көрсетіп береді. Жаңағы 52 акцияның тикерлерін. Базовый деген бетке өтетін болсаңыз, онда сізге жалпы графигімен қоса дивидендтерді, жаңа айтып өткенде инсайдерлердің иеленетін проценттерін, ATR-ын, PB-ін, PS-ін барлығын полный көрсетіп тұрады. Мына бетте базовый деген бетте. Егер де жаңалықтар бетіне өтетін болсаңыз, онда осы акцияларға қатысты жаңалықтар более күшті информация береді. Бізге бұл бет жаңалықтар жағы. Мысалға, осы акцияның уже нарықтағы графигінде көрсетіп тұр. Мына жерде дивидендіңіз төлейді, PS қанша болып жатыр, PB қанша болып жатыр. Жалпы анализі көрініп тұр мына жерде. Мына жерде мысалға ең соңғы осы акция туралы жаңалықтарда не айтып жатыр? Сол жаңалықтары тұрады мына жерде сізге. Әр акцияға жалпы осылай шолу жасап береді сізге. Снимок деген бетке өтетін болсақ, онда инсайдерлердің жасаған торговлясына дейін көрсетіп береді. Мысалға, мына компанияда Кинан Ховард деген, ол компанияның директоры, декабрьдің 7-сі күні распродажа жасаған, расход 31-34 болған. Жалпы мына жерде акцияның саны, жалпы акцияның құны, жалпы қаншаға шықты, шығыны, кірісі барлығы тұрады. Мына акцияда мысалға сатып алған. Кімдер сатып алып жатыр бұл оның акциясын? Мысалға, Картер Томас, генерал директор и председатель, мысалы сатып алған 17-29, жалпы 17-29-дан 492 акциясын сатып алған мына жерде. Құны $406,069 тұрады құны. Мына бірі акциясын сатып жіберген, қызылмен тұрғанда сатып жүргендер. Жалпы осылай анализ жасап, өзіңізге қаншалықты керекті компания екенін біліп алсаңыз болады. Карта дегенде сізге миыңызды ашытпай, тек осы жаңағы сізге керек энергия саласындағы өзіңіз қойып алдыңыз ғой, мысалға табысы қанша болу керек, капиталы қанша пайызға өсіп жатқан болу керек, средний капитал қанша болу керек, қай саланың акциясы қызықтырады сізді, барлығын белгілеп бардыңыз. Ойыңыздағы акцияларды шығарып берді, осы жерден сол акцияларды көре аласыз. Мына жерде картасын көре аласыз. Мысалы, мына жаққа S&P 500 дегенге
мысалы кіріп кетсеңіз, мынаған кірсеңіз тек NASDAQ-тың акцияларын, мынаған кірсеңіз тек S&P 500, мынаған кірсеңіз тек Dow Jones-тың акцияларын бүйтіп көрсетіп шимақтап қойып қояды. Ол жерде мысалға сіз білмейсіз ғой, сізге қандай акция керек. Мысалы мына жерден картаға кіретін болсаң, бұл жерде бүкіл дүние жүзіндегі акциялар бар да. Бұл жерде сізге қайсысы керек, қайсысы керек емес, бүкілін шығарып тастаған ол жерде. Мына жаққа сіз өзіңіз сортировка жасап, өзіңізге керекті акцияларды өзіңіз фильтрдан өткізіп аласыз. Мысалға енді осы акциялардың показателін көрсетеді. Мына жерде еще астына жазып қойған. Мысалы астына жазып қойған. Мына жерге кірсеңіз, цвет указывает сегодняшняя доходность акции деп тұр. Егер қызыл болса, значит минусқа кетіп жатыр, -2%. Мынау -1%ке кеткен деген сөз, мынандай цвет болатын болса. Мынау нейтралкада тұр деген сөз, 0-дегі. +1-ді көрсетіп тұрған цветтегі акциялар, +1% табысқа шыққан акциялар. Бізде қазір біз таңдап алған акциялардың ішінде барлығының бағасы түсіп жатыр. Барлығы құлап жатыр деген сөз. Бұл бір күндікпен көрсеткенде. Ал бір апталықпен көретін болсақ ше, бір апталықта қандай результат? Бір апталықпен көрсететін болсақ, бізде мына бір акция +6%-ға дейін өскен екен. +7.93 деп тұр өзінде, бірақ мына жерде жасыл цвет +6-ны көрсетіп тұр. Мына бір акция бізде +4% дегенге келіп тұр. Мына жерде қарасаңыздар, мына +4 деп тұрғанның цветі бар ғой, соған ұқсайды. Ал бір айлықпен көретін болсақ, онда бір айлықта мүлде басқаша көрдіңіздер ме? Жалпы әр өзіңіз күндеге отырып, мысалы, әр елдің акцияларын жазып, ол қандай немен айналысады, қандай акция, барлығын осы жерден өзіңіз көріп алсаңыздар болады. Тупо барып акция сатып ала бермей, бірінші өздеріңіз анализ жасаңыздар. Фундаментальный анализ, ол компанияның кірісі қанша болып жатыр, шығысы қанша болып жатыр, қарызы қанша болып жатыр, өсіп жатыр ма, құлап жатыр ма, оның бәрі өте маңызды. Барып тупо бір акцияны сатып ала салуға болмайды. Мысалға мына жерде бізде помощь деген жерге бассаңыз, жаңағы түсінбей жатқандарыңыздың барлығы түсіндіріп айтып тұрады. Обмен деген не, индекс деген не, сектор деген не, промышленность деген не, рыночная капитализация деген не, цена прибыль деген не, PE деген не, PS деген не, оның барлығын мен айтпай-ақ мына жерден көріп алсаңыз да болады. Осы жерден көріп алып, түсініп алып, мынаның PS оказывается мынандай нәрсе екен ғой, ол мынанша болу керек екен ғой, значит мен мынаның түсіп баратын акцияны алмайын, мынау акция дұрыс емес, мына акцияны сатып алған дұрыс деп өзіңіз уже кәдімгідей уақыт өте келе мықты анализ жасайтын адамға айналасыз, былайша айтқанда. Мысалға мына жерде внутри дня деп тұр, ежедневно деп тұр. Мына жерде мысалы бір күндегі акцияның қозғалысын көрсетпеді. Еженеделю дегенге қойсаңыз, бір аптадағы акцияның қозғалысын еще сізге техникалық анализдермен жасап беріп тұр мына жерде. Еще қайсысын қолданған көрсетіп қойған SMA 20, SMA 200, SMA 50 бойынша көрсеткіштер бойынша деп көрсетіп тұр. Еще астында волумдарды да көрсетіп тұр. Волум деген индикатор бар ғой бізде, соны да көрсетіп тұр мына жерде. Ежемесячно дегенге қойсаңыз, бір айдағы көрсеткішін көрсетеді. Еще бұл қай неге жататынын да көрсетеді. Айттым ғой, акция технологиялық акцияларға жатады. Apple-дың акциясы, яғни телефон, не машина ойлап табатындардың барлығының акциясы, Tesla-ның акциясы, Ford-ның акциясы, оның бәрі технологиялық акцияларға жатады. Мысалға, сіз мына жерден бытовая электроника десеңіз, осы Apple-мен қатар тағы да қандай Apple сияқты акциялар бар, соны көрсетіп береді сізге. Бұл өте гибкий сайт деп айтсам болады. Қалай болса да қолдана беруге болады. Сізге барлық результатты шығарып береді. Төменгі жағында сол Apple компаниясының акциясы туралы, жаңалықтар туралы айтып береді. Бұл жерде маған ең қатты ұнағаны, тек осы сайтпен ғана шектеліп қалмайды. Мысалға, бізде инвесторлардың қолданатын сайттары өте көп. Мысалға, тек қана фильм-бизнестен шектеліп қалмайсыз ғой. Мысалы, открыть в Yahoo десеңіз, мысалға, ағылшынша қойсам түсініктірек болады сіздерге. Yahoo деген мынандай сайт бар. Инвесторлардың көбісі бірінші Finviz қолданады, Yahoo сайтын қолданады. Investing.com деген сайт бар. Мысалға, мына жерде Yahoo дегенді басатын болсаңыз, сізге сразу Yahoo сайтына кіріп кетесіз.
именно Apple компаниясының, мысалы именно Apple болғанда мен мысалы мына жерден Apple'ды таңдадым ғой, Apple деп іздеп жатырмын ғой, осыған фундаментальный анализімді жүргізіп жатырмын ғой, өзім Apple компаниясын зерттеп жатырмын ғой, демек сізге Apple компаниясы туралы Yahoo сайтындағы ең соңғы жаңалықтарды көрсетіп бере салады. Ішіне кіріп кетсеңіз, мысалы Returist деген сайтта қандай Apple туралы қандай жаңалықтар болып жатыр, сол осы жерден кіріп кете саласыз. Market Watch деген сайтта не айтып жатыр, Google-да не айтып жатыр, Edgar деген сайтта не айтып жатыр, барлығы дайын беріліп қойғанда. Открыть в Yahoo десеңіз, Yahoo сайтында Apple туралы не айтып жатыр, не болып жатыр, соны көрсетіп береді. Егер открыть в Reuters десеңіз, Reuters деген сайтта Apple туралы қандай жаңалықтар болып жатыр, не болып жатыр, ол сайттан да кішігірім өзіңіз фундаменталды анализіңіз құрастырсаңыз болады. Сол туралы айтып кетеді, көрсетіп кетеді сол туралы. Открыть в Google десек, Google-дан қандай жаңалық шығып жатыр Apple туралы, сол туралы айтып кетеді, сол туралы көрсетіп кетеді бізге. Жалпы менің айтпағым осы, мен өз басынан өтті. Және де бұл Finviz сайтында тек қана акциялар ғана емес, бұл жерде фьючерстің де фундаменталды анализін жасап көруге болады. Егер де фьючерспен айналысатындар болса, мына жерде бізге фьючерс. Ал егер форекспен айналысатын болсаңыз, Finviz сайтын форекспен айналысатындарды көріп, өздері фундаменталды анализ жасап алуға болады. Форекс бізде крипто емес, криптоға жатпайды, бұл валютный рынок. И криптоны да көрсеңіздер болады. Криптоға да осы өзіңіз фундаменталды анализ жасап алсаңыздар болады. Мысалға биткоинді көрсетіп тұрмын мына жерде. Эфириум бар. Мынау эфириум бізде. Жалпы Finviz сайты туралы айтатыным осы. Егер де сіз акция сатып алатын болсаңыз, демек сіз мына жерден өзіңізге керекті, өзіңіз қандай акция алғаныңызды қалайсыз. Ол акция қанша пайызға өсіп жатқан акцияларды, әлде түсіп жатқан акцияларды алғыңыз келеді. Мысалы, көп инвесторлар акцияны түскен кезінде сатып алады, барлығы сатып жіберіп жатқанда сатып алады. Егер де инвестор болғыңыз келсе, түсіп жатқан акцияларды алғыңыз келсе, қанша пайызға дейін түсіп жатқан акцияларды алғыңыз келеді. Және де оның PS, PE, PNL барлығына назар аударуыңыз керек. ATR қанша, маркет кабы қанша, барлығына назар аударып, өзіңізге керек компанияңыздың акциясын зерттеп, ол қандай компания, не шығаратын компания, болашағы бар ма, мен бұл акцияны не үшін алып жатырмын, барлығын зерттеп акцияны алатын болсаңыздар, болашақта сіздердің ақшаларыңыз 2 еселенетін болады, және де табыстарыңыз көбейетін болады. Егер де сіздер дұрыс фундаменталды анализ жасап, дұрыс акцияларды алатын болсаңыздар. Достар, егер де сіздерге осы видео пайдалы болған болса, онда трейдинг туралы қазақ тілді арналарының дамуына үлесіңізді қосып, менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.